Достар, бүгінгі сабақ бір мотивационный сабақ болсын сіздерге. Жалпы өзім мен ұбт-ға қалай дайындалдым, сол туралы айтып берейін. Енді мен ұбт-дан жалпы өзім таза біліммен 113 балл жинадым. Бірақ ең бірінші рет сентябрь айында пробный тапсырған кезінде 43 балл ғана жинаған болатынмын. 43 балдан 113 балға қалай көтердім? Енді мен ойлаймын, бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Соған не әсер етті, қалай дайындалдым деген сияқты бір сондай мотивационный сабақ болсын, сіздерге соны айтып берейін. Достар, маңызды ақпарат айта кетейін. Келесі сабақта мен өте мықты сабақ дайындап жатырмын. Өте кәдімгідей құны жоғары сабақ деп айтамын. Өйткені келесі сабақта мен бір платформа көрсетемін. Сол платформадан негізінде көп программисттер үйренеді. Сол платформадан сіз Python'да да үйренесіз, SQL'да да үйренесіз, HTML, CSS, JavaScript, барлық программалық тілдердің бүкіл программисттер сол платформадан бастап үйренеді. Жалпы основаны сояқтан үйренеді. Жалпы мектеп программасында үйреніп жатқан нәрселердің барлығы сояқта бар. Мен сол платформа қандай платформа екенін көрсетемін. Сондықтан міндетті түрде арнаға жазылып қойыңыз. Келесі сабақ жіберіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыз. Сабақ ұнап жатса, лайк және комментарий жазып кетіңіз. Енді ұбт-ға маған дайындалуға көп нәрсе әсер етті. Мен жалпы 11-ші сыныпқа дейін мүлдем жаңағыдай сабаққа қатты қарамайтындығым. Мысалы біз ол кезде IT мамандығына оқуға түсу үшін физика, математика пәндерінен тапсыратын едік ұбт-ны. Қазір информатика, математика болып өзгерді ғой. Сол кезінде мен физикадан тапсыратын кезде мен физикадан білімім совсем 0 тұғын. Былайынша айтқанда мүлдем білмейтін тұғын физиканы. Бірақ үйрендім. Енді сол қалай үйрендім, сол туралы айтайын. Ең бірінші маған әсер еткен нәрсе ол досым. Яғни сіздерге де кеңесім бұл жақсы ұбт-ға дайындалатын кезде бір өзіңізге дос табыңыз, сол досыңызбен бірге дайындалған бұл өте жақсы. Былай айтқанда досыңызбен жарысып дайындалған жақсы. Менің өзімнің досым болды, Мадияр деген. Біз екеуміз кәдімгідей ұбт-ға дайындалғанда жарысып дайындалатын тұғымыз. Мысалы, екеуміз бірдей сабақтарды сатып аламыз, онлайн сабақтарға дайындалған кезінде, бір-бірімізден қайта-қайта жаңағыдай күнделікті кешке, мектепке келген кезінде ол қай сабаққа келді, мен қай сабаққа келдім, жаңағыдай бірге дайындалатын тұғыз. Бірге түсінбеген нәрсені мен одан сұраймын, ол менен сұрайды деген сияқты. Сосын мысалы мектепке келген кезінде біз пробный талдайтын тұғымыз. Екеуміз бір партаға отырамыз кәдімгідей, сосын бірдей пробныйды алып аламыз да, екеуміз бірге талдап бастаймыз. Сосын соңында талдап болғаннан кейін тексереміз, содан кім жоғары балл алды деп жаңағыдай жарысатын тұғымыз. Мейлі ол мектептегі пробныйлар болсын, басқасы болсын, кәдімгідей всегда жарысып жүретін тұғымыз. Енді бұл негізі өте жақсы нәрсе, үлкен мотивация болады жарысып оққан кезінде. Жалпы қызық, ең бірінші, сондықтан сіздерге осындай дос табуды солай кеңес беретін едім. Енді қызық оқиға, сол екеуміз, досым екеуміз бірге ұбт-ға дайындалдық. Екеуміз енді күнделікті бірдей нәрсе оқып жүргеннен кейін, бірдей дайындалғаннан кейін почти бірдей балл алдық. Ол 115 балл алды, мен 113 балл алдым. Екеуміз бірдей университетке оқуға, бір мамандыққа түстік. Қазір бір университетте, бір мамандықта, бір группада оқимыз. Биыл енді бұйырса сол бірдей университетті аяқтайтын боламыз. Екінші нәрсе бұл энергия. Жалпы неге энергия? Қараңыздар, сабаққа дайындалған кезінде сіздер жаңағыдай көп несеп қоймауларыңыз керек, өздеріңізді бірден қинап жібермеулеріңіз керек. Адамда жалпы энергия болады. Сол энергиямен жұмыс жасап үйренуіңіз керек. Ол былайынан ғой, қараңыздар. Мысалы, сіздер тренировкаға дайындалған кезінде бірінші күні 10 отжимание жасайсыздар, екінші күні тағы да 10 отжимание, сөйтіп бастапқыда 10 отжимание жасау мысалы қиын болуы мүмкін. Бірақ бір ай тоқтамай 10 отжиманиеден жасап жүретін болсаңыздар, сіздерге уже 10 отжимание оңай болып қалады. Уже ары қарай сіздер 15-ке көтерілесіздер, 15 жаймен оңай болып қалады, содан кейін 20-ға көтерілесіздер. Адамның да энергиясы дәл сол сияқты. Энергияда да мысалы сіздер бірінші күні 1 сағат отырып жаңағыдай сабақ оқуларыңыз мүмкін. Сөйтіп мысалы 2 апта, 3 апта өткеннен кейін сізге 1 сағат сабақ оқу бастапқыда қиын болатын болса, уже ары қарай оңай болады. Жалпы кішкентайдан қосып отырып, осылай адам өзі энергиясы деген мысалы бір стаканға су құйылып тұрса, мысалы суды біз энергия деп айтатын болсақ, ол да сондай сияқты да, мысалы қалай айтсам болады, мысалы отырып алып сабаққа кіріп кетіп бір күн 3 сағат отырып ертеңгісіне әлсіреп қалып мүлдем қарамай кетіп жаңағыдай сабақтан жиіркеніп кетуге болмайды. Жиіркеніп кетуге мысалы күнделікті оқу керек, үздіксіз, аз-аздан үздіксіз дейді ғой, аз-аздан жаймен қосып отыру керек, біртіндеп жаңағыдай энергияны. Мысалы кішкене бір қиналып кеттіңіз ба, басыңыз ауырып кетті ме, мысалы сабақ оқып отырып 1 сағат оқыңыз, 1 сағаттан кейін кішкене басыңыз ауырып кетті ме, болды, ары қарай оқудың қажеті жоқ.
мысалы кейде байқаймын, өзімде де ондай болатын тұғын, бұрында бүйтіп отырып оқи беретін тұғын мысалы. Ол үлкен қателік негізінде, уже басыңыз ауырып кетті ме, ары қарай оқудың қажеті жоқ, уже анау оқып жатқан нәрсеңіз сіздің уже ары қарай миыңызға кірмейді. Сондықтан жаңағыдай басыңыз ауырып кеткен кезінде тұрыңыз да далаға шығып, жаңағыдай бір тренировка жасап алыңыз, далаға шығып хотя бы жүріп келіңіз, болмаса хотя бір жақсы негізінде бір қияли болады ғой адамда, мысалы қиялданып кішкене бір ұбт-дан жақсы балл жинап жатқаныңызды, жаңағыдай жазда бір демалып сөйтіп жүргендеріңіз бір елестетіп, кішкене өзіңізге сондай бір мотивация беріп алыңыз. Былай таза ауада серуендеу, жаңағыдай не істеу адамды кәдімгідей демалып қалады. Мысалы шаршап отырып, жаңағыдай тиктокқа кіріп кетіп, инстаграмға кіріп кетуге болмайды. Сіз сөйтіп отырған кезде адамда ең көп алдайтын нәрсе сол социальный сеттер адамды алдайды. Бірақ бұл социальный сеттер, тикток, инстаграм деген сияқтылар сізде мынау энергияңызды сізде бермейді, наоборот сіздің энергияңызды тоқтамай ала беретін нәрселер. Сондықтан энергияны беретін нәрсе ол сізді қоршаған ортаңыз, достарыңыз береді энергияны, өзіңіздің отбасыңыз, ата-анаңызбен сөйлесіңіз, уақытыңыз болса, далаға шығып серуендеп қайтыңыз, тренировка жасаңыз. Міне осы нәрсе сізге энергия береді. Басыңыз ауырып шаршап кетті ма, бірден кішкене демалып алу керек. Екінші нәрсе осы энергия. Үшінші нәрсе, сабақты қызық қылып оқу керек. Мен өзім сондай сабақты өзім қызық қылып оқитын. Ол қалай, мысалы кешкісі сағат 7 мен 9-ның аралығында мен күнделікті жаңа бір нәрсе үйренетін тұғым. Мысалы бір онлайн сабақтарды қараймын, сондай бір нәрсені үйренемін, бір сабақ, бір мысалы тригонометрия деген тақырыпты түсінбей жүрсем, соны қараймын, ютубтан қараймын, басқа жерден қараймын, әйтеуір күнделікті сағат 7 мен 9-ның арасында күнделікті жаңа білім үйренетін тұғым. Сол жаңа білім үйренген кезінде 7 мен 9-ның аралығында мен всегда менде әдет болатын тұғын, ол кофе ішу деген. Кофе ішемін, сосын жаңағыдай егер ақшам болатын болса, сникерс деген сияқты бір нәрсе алып отырып, сонымен былайша айтқан кезінде рахаттанып, кайфпен отырып, сабақ оқитын тұғын. Өзіме сондай ұнайтын тұғын. Сол нәрсе сізді мынау сабақты жақсы көруге, сондай нәрсеге алып келеді. Содан кейін сабақты мысалы оқыған кезінде конспект жазу ол өте сондай маңызды нәрсе. Конспект жазыңыз. Конспект жазған кезінде барынша тез өтірік жаза салуға емес, әдемілеп жазуға тырысыңыз. Мысалы сіз питон тілін оқып жатсыз, питонды оқып жатқан кезінде жаңағыдай тез жаман қылып жаза салмай, оны бір әдемілеп жазып, сол мысалы бірнеше функциялар болады ғой, сорт бірдеңе деген сияқты функциялар болса, әр функцияны бір фломастермен, мысалы қызыл фломастер, сары фломастермен әрқайсысын әртүрлі қылып бояп, сондай бір рет-ретімен қойып қойсаңыз, өзіңізге де ыңғайлы болады, сосын есте сақтауыңызға да бұл өте жақсы нәрсе. Үшінші нәрсе осы, сабақты қызық қылып оқу керек. Төртінші нәрсе, сұрақты ешқашан жаттамаңыз. Мысалы, пробныйлардан, сіздерде қазір пробныйлар тапсырып жүрсеңіздер, сол пробныйларда келіп жүрген сұрақтарды мүлдем жаттамаңыз. Пробныйдағы келетін сұрақтарды жаттау өте жаман нәрсе. Өйткені по-любому ол сұрақтар сіздерге ұбт-да келмейді. Оларды жаттағанға қарағанда жаңа бір нәрсені үйреніңіз, оның мағынасын түсініңіз. Бір сұрақтың хотя бы мағынасын, 10 сұрақ жаттап алған қарағанда, бір сұрақтың мағынасын түсінген ол жақсы. Сондықтан осы төртінші нәрсе осы. Сол бесінші нәрсе жаңағыдай тестті шынайы тапсыру керек. Бұл тестті шынайы дегенде, мысалы қараңыздар, мен әлі есімде, бірінші сол пробныйдан 43 балл алдым, одан кейін уже 60-қа көтерілді, 70-ке көтерілді. Солай біртіндеп сіз өзіңіздің негізгі пробныйлар тапсырған кезде шынайы тапсырып отырып, өзіңіздің нәтижеңізді көріп отыруыңыз керек. Всегда нәтижені көріп отыратын болсаңыз, онда жаңағыдай өзіңізге бұл үлкен мотивация болады. Жаңағыдай класстағыларыңызбен, сыныптастарыңызбен өтірік, әшейін балға жарысудың қажеті жоқ. Өтірік балға жаңағыдай көшіріп алып, ондай нәрсе керек емес. Шынайы тапсырыңыз. Өзіңіздің біліміңіз, мысалы, басқа біреудің, мұғалімдердің мақтағаны керек емес. Тек өзіңіз үшін тапсырыңыз. Сол кезде бұл үлкен сізге мотивация болады. Соңғысы, жалпы мен прокрастинация деген кітап бар. Сол кезде оқыған кезінде маған мынау нәрсе ұнады. Адам айтады, өзіңе команда беруді біледі дейді. Көп адам өзіне команда беруді біледі дейді. Бірақ ол команданы орындай алмайды дейді, өзіне берген командасын. Бұл қалай? Мысалы, кейбір адамдар болады, жаңағыдай ұбт-ға мүлдем дайындалғысы да келмейді, оған ешқандай мотивациясы да жоқ, ешқандай ой да жоқ ұбт-ға, жаңағыдай грантқа түсуге, сондай бір нәрсеге. Оған қарағанда сіз өзіңізге команда бере аласыз. Олар мүлдем өздеріне тіпті команда да бермейді ұбт-ға дайындалу деген. Сіз команда бере аласыз. ұбт-ға дайындалу керек. Осы ұбт-ға дайындалу керек. Дайындала алмай жүрсеңіз, сіз өзіңізге команда беріп жатсыз да. Бұны айтады. Бұл жақсы дейді. Бұл өте жақсы нәрсе негізінде. Сіздің ұбт-ға дайындалғыңыз келетіннің өзі бұл негізі жақсы көрсеткіш. Бірақ енді сол нәрсені сіз нәтижеге жаңағыдай өзіңіздің команда беріп жүрсіз ғой, ұбт-ға дайындалу керек деп. Енді соны орындап үйренуіңіз керек. Бұны орындап үйрену үшін аз-аздан бастау керек.
күнделікті мысалы бастапқыда 1 сағат оқыңыз, одан кейін жаймен деп қоса беріңіз. Кейінде уже өзіңіздің жоғары нәтиже көрсетіп отқаныңызда уже өзіңіз түсінбей қаласыз. Жалпы негізі ұбт-ға жақсы нәтиже көрсетуге негізінде мен ойымша 3 ай жетеді. 100 балдан асыруға 3 ай спокойно жетеді деп ойлаймын. Өйткені мен өзім қыс айларында, мысалы бастапқы сентябрьде жаңағыдай 43 балдан бастадым дедім ғой. Уже қыс айларында менде уже жақсы 100-ден асып жүрді пробныйлардың барлығы. Мен пробныйлардың барлығын мүлдем көшірмейтін тұғым. Біз өткені қараңыздар, мен өзім классымда балдар болды, 130 алады, всегда 120 алады. Мен почти соңғы жағында тұратын тұғым, 100 балмен негізінде. Бірақтан былай қараған кезінде мен өзім тапсыратын тұғым. Өткені мен досым да өзі тапсыратын, мен де өзім тапсырам. Солай жақсы негізінде. Солайынан жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. Сондықтан сіздердің өздеріңізге мотивация болады. Бүгінгі сабақ осымен тәмам. Жалпы кішкене сіздерге бір мотивация бере алдым деп ойлаймын. Жалпы сол. Енді келесі сабақ не екенін қазір айтамын. Достар, енді келесі сабақта бір мощный сабақ болайын деп тұр. Ол сабақтың тіпті құны өте сондай жоғары сабақ деп айтамын. Қараңыздар, программисттердің көбісі сол платформаны жасырады. Ол платформада жаңда сіздер бүкіл программалау тілдерін оқи аласыздар. Мейлі ол Python болсын, мейлі ол HTML, CSS, JavaScript болсын, SQL болсын. Кез келген программалау тілі, тағы миллиондаған тілдер бар. Солардың барлығын сол платформадан оқысаңыз болады. Ол платформаның жаңдай плюстары өте көп, өте мықты платформа. Барлығын тегін оқысаңыз болады. Сол туралы мен келесі сабақта айтатын боламын. Сондықтан міндетті түрде арнаға жазылыңыз, яғни каналға подписаться етіңіз. Колокольчик бар, сол колокольчикті басып қойыңыз, келесі сабақта жіберіп алмау үшін. Ал егер бүгінгі сабақ ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Келесіде кездескенше.